науқасқа ыңғайлы қалып берді. Науқастың қолын жазулы күйде алақанмен жоғары қаратамыз. Бұл артериалды қан қысымын 1-2 рет арасына 2-4 минут салып өлшейміз. Манжетаны науқастың жалаңаштанған иығынан шынтақ елісінен 2-3 см жоғары бекітеміз. Одан кейін манометрдің тілшесі 0-ге келгеніне көз жеткізіп, манометрді манжетаға бекітеміз. Манжетаға бір саусақ сиятындай болу керек. Одан кейін фонендоскопта шынтақ артериясына тамыр соғысын анықтап, фонендоскопты бекітеміз. Алмұртша тәрізді баллоншаның вентилін жауып, манжетаны ауаға толтырамыз. Бұл кезде шынтақ артериясына пульсация жоқ болғанша, және манжета қалыпты көрсеткіштен жоғары, немесе пациенттен 20-30 мм сынап бағанасынан көрсеткенше толтырамыз. Одан кейін жаймен баллоншаның вентилін ашып, манометрдің тілшесін төмен түсіреміз. Бұл кезде басталған бірінші дыбыс, бұл жүрек қан тамыр жүйесінің жүректің жиырылуының көрсеткіші, жүректің жиырылуының артериялық қысымы болып табылады. Бұл систолы қысым. Одан кейінгі дыбыс жоғалып кеткенде, бұл яғни жүректің босаңсыған артериалды қан қысымын көрсетеді. Бұл диастолды қысым болып табылады. Одан кейін толығымен баллоншаның вентилін ашамыз. Науқастан манжетаны аламыз. Алынған мәліметтерді сандық күйінде бақылау парағына, бөлшек күйінде қызу парағына жазып аламыз. Мәліметті хабарлаймыз. Және бұдан кейін фонендоскоптың 2 рет